Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын испанский чизкейк рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Кескен кезде тура балмұздақ сияқты өте дәмді, нәзік болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен бөлме температурасындағы заттарды дайындаймыз. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып алып, алдын ала дайындап қоямыз. Ең алдымен творожный сырға қантты қосып, жақсылап араластырып дайындаймыз. Ешқандай венчиктің көмегінсіз қасықпен дайындап алуға болады. Одан кейін жұмыртқаларымызды біртіндеп қосатын боламыз. Бір келкі масса болғанша осылайынан қаспен араластырамыз. Сонымен қатар видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліңіз. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылайынан барлығын араластырып дайындап алған соң сливкиді құямыз. Сливкидің проценті жоғары болғаны дұрыс, 30%-тан жоғары 30% болады. Одан кейін сливкиден кейін кукуруз крахмалын салып, бір келкі масса болғанша, түйіршік қалмағанша араластырамыз қасықтың көмегімен. Алдын ала пешімізді қыздырып дайындап аламыз. Енді формамызға құятын боламыз. Формамыз осындай биіктеу болғаны дұрыс. Одан кейін пергамент қағазды төсеп биіктеу алып, сосын барып құямыз. Өйткені испанский чизкейк піскен кезде қатты көтеріліп тасып кетуі мүмкін. Енді осы ыдысымызға құямызда 200 градус аралығында 45 минут пісіреміз. Әркім пеші әртүрлі пісіреді. Мен 200 градуста 45 минут аралығында пісіріп алдым. Одан кейін піскен соң бөлме температурасында толық суытып, сосын толық суығанша мұздатып холодильникке қойып қоямыз. Тек 6 сағат аралығында қойып болған соң, толық суыған соң барып кесетін боламыз. Егер де толық суымай кесетін болсаңыздар, ол формасын ұстай алмай қалады. Мен соң 12 сағат түнде жасап, азанда бірақ кестім. Өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.